Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Бірінші сыныптың ана тілі сабағы. 40-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы мәтін. Біздер мәтін туралы өтіп жатырмыз. Мәтіндегі сөйлемдер бір-бірімен байланысады. Мәтіннің басы, ортасы және соңғы болады. Мына жердегі мәтінді оқу керекпіз. Бізде бірінші тапсырма оқылым екен. Оқығанның көзі ашық деді. Ешкімде көрген жоқпын. Кітаптан оқыдым. Оқыған адамның көзі ашық деген осы. Жанна оқығанның көзі ашық деген мақалды оқыды. Бұл не деген сөз деп сұрады. Оқыған адам көп біледі. Көзінің ашық болатыны содан дедім мен. Бірде Жанна қолына сия жұқтырып алды. Мен оған қолыңды сула дедім. Сіріңке шырпысының күкіртімен сияны ысқыладым. Содан кейін қолы тап-таза болды. Мұны кімнен көрдің, әке? Деп сұрады Жанна. Не байқадыңдар? Бұл жерде мәтіндердің орындары ауысып кеткен екен. Ендеше мәтіндерді өз орындарына қоюымыз қажет. Ендеше біздің мәтініміз былай басталу керек. Бірде Жанна қолына сия жұқтырып алды. Мен оған қолыңды сула дедім. Сіріңке шырпысының күкіртімен сияны ысқыладым. Содан кейін қолы тап-таза болды. Мұны кімнен көрдің, әке? Деп сұрады Жанна. Ешкімнен көрген жоқпын. Кітаптан оқыдым. Оқыған адамның көзі ашық деген осы. Жанна оқығанның көзі ашық деген мақалды оқыды. Бұл не деген сөз деп сұрады. Оқыған адам көп біледі. Көзінің ашық болатыны содан дедім мен. Міне, бұл жерде мәтіндерді біздер өз орнына әкеліп қойдық. Мәтіндердің орындары ауысып кеткен екен. Бізде мынадай тапсырма тұр. Мәтін неше бөліктен тұрады? Мәтін 3 бөліктен тұрады. Басы, ортасы және соңы. Мәтіннің мазмұнын айт деді. Мәтіннің мазмұнын біздер үйден бірнеше қайтара оқып, мазмұнын айтып беретін боламыз. Ертегі, жұмбақ, мақал, әңгіме, өлең бәрі мәтінге жатады. Яғни біздің оқып жүрген ертегіміз, жұмбақтарымыз, мақал, әңгімелеріміздің бәрі мәтін түріне жатады екен. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Екінші жаттығуда көркем жаз еді. Өнер білім бәрі де оқу менен табылған. Жаңағы бірінші жаттығуда да оқуға байланысты айтылды. Ендеше өнерді білу, білімді болу, осының бәрі тек қана оқу арқылы келеді екен. Ендеше көбірек оқу керек. Сол оқығанымызды біздер өмірімізде пайдалануымыз қажет. Жаңағы жерде Жанның қолына сия жұқып қалған кезде, оның сияны кетіру үшін әкесі өзінің оқығаннан көрген іс-әрекетін жасады да. Міне, Жанна болса оны қайдан білдіңіз деп таң қалып жатыр. Ендеше жаңағы оқығанның көзі ашық деп айттық қой. Көзі ашық деп тұрған бұл жерде оқыған адамдың жаңағы білімі де, мінезі де, тәрбиесі де жақсы болады екен. Сондықтан көбірек оқимыз. Өнер білім бәрі де оқу менен табылған. Ендеше оқуға, білімге ұмтыламыз. Бұл мақалды дәптерге апарып көшіреміз. Келесі үшінші тапсырмада шығармашылық тапсырма, тиісті әріптерді қойып, дөңгелек ішін жасырынған сөзді тап деді. Бұл жерде біріншінде е және мына т, п әріптерін қойсақ, мектеп деген сөз шыға келді. Келесіне қарасақ, дәптер деген сөз шықты. Үшіншінде мұғалім деген сөз шықты. Міне бұларды осылай жазатын боламыз. Келесі тапсырма бізде дәптермен жұмыс. Бұл жерде көркем жазып шығамыз бірінші жолға, 2 жол толтырып. Одан кейін екінші жаттығу мына өнер білім бәрі де оқу менен табылған дегенді әдемілеп жазып қоямыз. Үшінші жаттығуда тиісті әріптерді қойып, дөңгелек ішін жасырынған сөздерді тауып жазамыз да, астына сол сөздерді әдемілеп көркем жазып шығатын боламыз. Біздер бүгін жаңағы оқығанның көзі ашық мәтінмен таныстық. Ол мәтіннің орындары ауысып кеткен екен. Сондықтан өз орындарына қойдық. Яғни бүгінгі сабақта біздер көбірек білім алу керектігін, көбірек оқу керектігін түсіндіңдер деп ойлаймын. Құрметті оқырмандар, сіздерге каналда тапсырмаларды орындау ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып,
подписаться батырмасын басып каналға тіркеліңіздер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.